Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғаламшарлар сипаты. Описание планет. Бүгінгі сабақта ғаламшарларды бір-бірінен ажыратып үйренесің. Научишься ажырату, различать планеты друг от друга. Қазақ тіліндегі қосымшаларды қайталайсың. Қосымша окончание қайталайсың, повторишь. Жаңа сөздер. Күн жүйесі, солнечная система, түзу, ровный или же прямой. Жаттығайық. Балалар, мынау күн жүйесі, то есть солнечная система. Мынау ғаламшарлар. Ғаламшардың қазақшасы, яғни қазақша атауы. Венера шолпан, Земля жер, Юпитер есек қырған, Сатурн қоңырқай и Марс қызыл жұлдыз. Солнце, это вы знаете, күн. Жақсы балалар. Енді мына кроссвордты шешейік. Шешу, решать. Тігінен по вертикали. Күннен кейін 6-шы тұрған ғаламшар. 6-шы тұрған. По счету 6-я от Солнца планета. Мына жерге жазамыз, сюда записываем. Күннен кейін 7-ші тұрған ғаламшар. 7-я по счету планета. 2 по вертикали, яғни тігінен по вертикали. Мына жерге жазамыз. Және 3-ші жарқыраған ең ыстық жұлдыз. Самая яркая и горячая звезда. Ол 3-ші тігінен мына жерге жазамыз. Келесі, следующий, көлденеңнен по горизонтали. Бірінші, ғаламшарларды зерттейтін ғалым. Ученый, который зерттеу исследует планеты. Ол кім балалар? Мына жерге жазамыз. Ғаламшарлардың орналасқан аймағы. Где расположены планеты? Новое слово, мы которое сегодня с вами проходили. Солнечная система. Мына жерге жазамыз. 3-ші, күнге ең жақын тұрған ғаламшар. Күнге ең жақын тұрған ғаламшар. Самое близкое, да, к Солнцу. Мына жерге жазамыз. Хорошо, жақсы балалар. Тор көздерді толтырдық деп ойлаймын. Я думаю, что вы заполнили кроссворд. Жақсы, мына қазақша атауларын естеріңе сақтаңдар. Запомните. Сөйлесейік, давайте поговорим. Мына фотосуретке қараңдар. Қалай ойлайсыңдар? Как вы думаете? Мына ғаламшарлар неге ұқсайды? На что они похожи? Ұқсайды. На прошлых уроках мы с вами проходили слово «по моему мнению». Менің ойымша. Сегодня тоже пройдем выражение «по моему мнению», но в другом формате. Меніңше. Посмотрите, ребята. Меніңше, по моему мнению, ғаламшарлар түзу сызық бойымен келе жатқан машине сияқты, похожие на машины, которые идут по одной траектории, по одной линии или дороге. Да? Похожие. Yes? Машине сияқты. Екінші бала. Меніңше, ғаламшар сымға таққан моншақтар сияқты, похожи на бусинки, нанизанные на сым, проволока, на проволоке. Тоже, да, балалар? Ұқсайды, похожи. Ал сенің ойыңша, по твоему мнению, мына ғаламшарлар неге ұқсайды? На что они похожи? Ойланыңдар. Келесі. Оқиық. Давайте прочитаем. Тыңдаңдар, послушайте. Күн жүйесінде орналасқан ғаламшарларды алыстан телескоппен бақыладым. Наблюдал. Я наблюдал планеты через телескоп, которые находятся, расположены күн жүйесінде, в Солнечной системе. Мне қызық, вот интересно. Күннің айналасында ғаламшарлар
түзу сызық бойымен күнді айналады. Кружатся вокруг Солнца по прямой линии по одной, то есть траектории. Олар сымдағы дөңгелек моншаққа да ұқсайды. Ребята, мы это уже знаем, да, это выражение. Ұқсайды, похожи на бусинки, нанесенные на проволоки. Меркурий мен шолпанды жерден бақылау өте қиын. Да? Очень сложно, трудно. Бақылау, наблюдать. За какими планетами? Қандай ғаламшар? Меркурий және шолпан. Венера, шолпан и Меркурий. За ними очень сложно наблюдать. Астрономдардың зерттеуінше, смотрите, ребята, опять же, зерттеуінше по исследованиям астрономов, ғаламшарлар туралы мынандай мәліметтер бар. Есть мәліметы, информация. Мы с вами, ребята, это проходили уже. Есть такие информации про ғаламшар, про планеты. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар. Қоңырқай, что за планета, ребята? Мы только что с вами говорили, учили, да? Яғни Сатурнның шамамен приблизительно, это приблизительное числительное, да? Болжалды сан есім. Есть 60 серік, посмотрите, это спутник. Есть 60 спутников. Ол ең күрделі сақиналары бар ғаламшар. Күрделі сложный сақина кольцо. Эта планета имеет самые сложные кольца вокруг себя. Жердің табиғи серігі Ай. Природный спутник Земли – это Ай, Луна. Ең қызығы, самое интересное, шолпан басқа ғаламшарларға қарсы айналады. Ребята, слово «қарсы» – против. То есть оно кружится, движется против басқа других планет. Интересно, қызық, да, ребята? Шолпан, Венера кружится против других планет по другой траектории. Шолпан күн мен айдан кейінгі ең жарық ғаламшар. Жарық, яркая планета после Солнца и Луны. Мне, балалар, өте қызық мәлімет, очень интересная информация. Өздерің бір рет оқып шығыңдар, сөздерді есте сақтаңдар. Жаттығайық. Давайте поработаем. Сөйлемдерді оқы, толықтырып жаз. Дополни предложение. Ғаламшарлар түзу сызық бойымен нені айналады? Нені, что, вокруг чего айналады, кружатся? Ребята, правильно. Күнді айналады. Да, обратите внимание. Д окончание. Келесі, олар сымдағы дөңгелек неге да ұқсайды? Неге? На что похожи? Моншаққа. Шамамен ненің 60 серігі бар? У кого? У чего? Да? Қоңырқайдың 60 серігі бар. Ненің табиғи серігі Ай? Чей спутник? Луна. Жердің. Жер нені тәулігіне бір рет айналып шығады? Конечно, он за сутки делает один оборот чего? Солнце, да? Бір тәулікте күнді айналып шығады. Шолпан басқа неге қарсы айналады? Чему оно против идет? Против других планет. Яғни планета бізде ғаламшарларға. Против планет. Жақсы, ребята, посмотрите. Күнді, моншаққа, қоңырқайдың, жердің, күнді, ғаламшарға. Что за слова и окончания? Қандай бұл қосымшалар? Дұрыс, бұл септік
жалғаулары. Это падежные окончания. Давайте мы с вами повторим падежные окончания. Есте сақтайық. Қазақ тілінде 7 септік бар, 7 падежей. Мынау сұрақтары. Посмотрите, ребята, окончание в самом вопросе соответствует самому окончанию. Кімнің, ненің, нің. По закону сингармонизма, посмотрите, их 3 разновидности. Давайте посмотрим, когда же они, в каких случаях добавляются. Дың, если слово заканчивается на и, ю гласные, л, р, у, и сонорные, ж, з звонкие и так далее. Ребята, вот посмотрите, қараңдар. Ілік септіктің жалғаулары қашан жалғанады? Барыс септіктің жалғаулары қалай жалғанады? Как они добавляются к словам? Барыс септік отличительная черта. Еще, если слово заканчивается на 3 лицо притяжательной формы, добавляется окончание на «не». А если слово заканчивается на притяжательной форме 1-2 лица, то добавляется окончание «а-е». Точно так же табус септік. Если слово заканчивается на 3 лицо притяжательной формы, вот видите, в 3 лицо притяжательной формы, то окончание видоизменяется на букву «н». Шығыс септік и көмектес септік. Вот только 3 падежа видоизменяются при притяжательной форме. Это барыс септік, это табыс септік и это жатыс септік. Обратите внимание. Жақсы, давайте теперь поработаем. Жаттығайық. 36-шы бет, 5-ші А тапсырмасы. Төменде берілген мына септік сұрақтарына байланысты мәтіннен сөздерді теріп жазыңдар. То есть по данным вопросам найдите слова, отвечающие на данные вопросы, и запишите. Мысалы, давайте приведем пример. Күн, естественно, не. Бұл атау септік. Жүйесінде, ында, інде. Посмотрите, ребята. Ында, інде. Какой? Ында, інде. Вот окончание ында, інде, да? Это жатыс септік. Хорошо. Значит, мы жатыс септік сюда пишем. Жүйесінде. Кімде, неде. Келесі. Ғаламшарларды. Нені? Ғаламшарларды. Кімді, нені? Мына жерге жазамыз. Алыстан телескоппен. Немен? Телескоппен бақыладым. Міне қызық. Күннің. Ненің? Күннің. Айналасында. И так далее. Вы заполняете всю таблицу. Таким способом. Единственное, помогу вам. Жерден, неден и моншаққа будет кімге, неге. Таким образом, ребята, вы доканчиваете текст до конца, находите слова, которые отвечают на данные вопросы падежей, и заполняете таблицу до конца. Я вам показала, как нужно. Дальше работайте сами. Келесі үй жұмысы. Берілген сөздерге қосымша жалға. Ребята, выбираете два слова, которые заканчиваются на разные формы окончания. Допустим, телескоп и ғалым. И склоняйте по падежам. Значит, на сегодня, бүгінгіге, у вас 2 задания. Значит, это первое, закончить таблицу, вот эту. И второе, выбрать 2 слова и просклонять. Жақсы балалар, егерде тапсырма түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз. Если вам все понятно, выполняем задание. Сау болыңдар балалар.